Бозотау районы медицина бірлеспесінде мен күшлі хаялман профилактикалық іләжі шөлкеместірілді. Нөбеттегі сюжетіміз әйне сорынан таярланған. Іләжға район хакімінің орынбасары, Шаңырақ һәм хаял қызлар бөлімінің басылығы және кең жәмиетчілік уәкілдері қатынасты. Ұшырасуда текардан хаял қызлардың жәмиетіміздегі орны, олардың Шаңырақтағы рухи орталығын жақсылау, сондай-ақ басым һәм зорлықтың алдын алу мәселелері кеңінен додаланды. Сонымен бірге тарау қанигерлері тарапынан қатынасушыларға арнаулы видеороликтер қойып берілді. Хақиқатында да бүгінгі күнде хаял қызлардың жәмиеттегі орнын еледе асыру бағдарында алып барылып отырған реформалар, аймақ тұрғындарының бүгінгі тұрмысынан разы болып жасауы һәм олардың бәнділігінің тәминленуі бойынша да бір қанша имканиятлар жаратылған. Бұл ұшырасуда хаял қыздарымыз арасында бұзарлық һәм жинаятшылықтың алдын алу һәмде тазиққа ұшыраған хаял қыздарымызбенен біргелікте жұмсалып бару, бұл медицина қызметкерлеріменен біргелікте жұмсалып бару бойынша жұмыстар алып барылмақта. Һәмде бұл ұшырасу Бозотау районының мәхәллелерінде де аймақларға бірме-бір түскен халда үйрену жұмыстары алып барылмақта. Әлбетте бұндай бұзарлық һәм жинаятшылықтың һәмде тазиқтың, зорабалықтың алдын алу бойынша біргелікте жұмыс алып бару істері давам етпекте.